Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құйрықты пакетте пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Құйрықты алдымен пісіріп, сосын маринадтаудың қажеті жоқ. Бірден маринадтап, сол пакетте пісіру әдісін көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен құйрықты ұзын етіп кесіп аламыз. Менде тұздалған қозының құйрығы. Осылай ұзын бөліктерге кессеңіздер, турағанда ыңғайлы әрі әдемі болып тұрады. Енді құйрықты тұздап аламыз. Менде құйрық тұздалған болғандықтан, мен тұзды сіздерге көрсету үшін ғана аз сеуіп көрсеттім. Құйрық негізі өзіне қажетті тұзды ғана сіңіріп алады деп жатады. Тұзды болса, ерекше дәмді болады, сондықтан тұз себуден қорықпаңыздар. Тұздап болған соң маринадтауымызға кірісеміз. Ол үшін 2 бас сарымсақ және қызыл ащы бұрыш пен ысталған паприка, яғни копченый паприка керек болады. 2 бас сарымсақты сарымсақ езгіш құрылғыдан немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. 2 шай қасық қызыл ащы бұрыш пен 3 шай қасық ысталған паприка, яғни копченый паприканы қосып, араластырып, тұздалған құйрыққа бәрін жағып шығамыз да 3 сағатқа маринадталғанша қойып қоямыз. 3 сағаттан кейін маринадталған құйрықты ас пленкасымен тығыз етіп орап шығамыз. Пленканы бірнеше қабаттап орағандарыңыз дұрыс болады. Видеоға мұқият болыңыздар. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоны көре аласыздар. Видеома лайк басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен осы видеомен бөлісе кетсеңіздер, каналымның дамуына үлкен көмек болар еді. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Пленкаға толық оралған соң, қазанға су құйып, ішіне құйрықтарымызды салып шығамыз. Суымыз қайнаған сәттен 40 минут қайнатамыз. 40 минут қайнағаннан кейін құйрықты сүзіп алып, толық суығанша қойып қоямыз. Мен салқын жерге қойып суытып алдым. Толық сууға маған 1 сағаттай уақыт кетті. Сыртындағы пленкасын шешіп алып тастайсыздар. Сыртындағы ас пленкасын шеше бастағаннан-ақ біздің құйрықтарымыздың маринадының иісі ерекше болып шыға бастайды. Осылай турап қолдана берсеңіздер болады, бірақ мен сіздерге 2 түрлі әдісін көрсететін боламын. Біреуін осы күйінде турайсыздар, екіншісін ысталған паприкамен сеуіп шығып, қолдансаңыздар, дәмі де ерекше ыстың дәмі шығып, дәмді болып тұрады. Осы әдіспен жасап, таңғы асқа немесе 5-ін шайына ұсынсаңыздар, отбасыңыздағы ер азаматтар міндетті түрде сіздердің еңбектеріңізді бағалайтынына кәміл сеніңіздер. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.